өздеріңізге белгілі маусым айында Астана қаласында Аманат партиясының депутаттардың бірінші форумы өтті. Әр өңірден осы республикалық деңгейдегі іс-шараға барлығымыз қатысып келдік. Сол кезде алғаш рет өткен. Енді бүгінгі форум осы өңірде, облыста да бірінші рет өткізіп отырмыз. Алда жиналып отырғанның себебі 23 жылғы атқарған жұмыстарымызбен 24 жылғы атқаратын жұмыстарымыз пікірлесіп, ақылдасып, алдағы уақытта жоспарларымызды жинақтау үшін жиналып отырмыз. Осы мақсатта бүгінгі форумға облыс әкімінің орынбасары Мұрсей Марат Есенғалиұлы қатысып отыр. Барлық деңгейдегі мәслихат төрағалары, мәслихат депутаттары, саяси кеңес мүшелері және де облыстық басқарма басшылары, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатынасуда. Сондықтан бүгінгі бірінші облыстық форумды ашық деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, алғашқы сөзді облыс әкімінің орынбасары Мұрсей Марат Есенғалиұлына беремін. 2023-2027 жылдарға арналған халықпен бірге өңірлік сайлау алды бағдарламаның және соның аясындағы жол картасының орындалысы жөнінде баяндама жасайтын болады. Марат Есенғалиұлы, сөз сізге. Депутаттар, бүгінгі жиналысқа қатысушылар, өздеріңізге мәлім халықтың уақытын жақсарту бәрі деңгейдегі билік органдарының басты міндеті болып табылады. Аталған мақсатқа қол жеткізу бойынша басшылыққа алатын бағдарламалық құжаттар, мемлекет басшысының тапсырмалары бар. Соларды іске асырып, нақты нәтижелер шығару үшін Атырау облыс әкімдігімен жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Келесі сөзді Ұзынқұлақ ауданынан Марат Есенғалиұлына берейін. Ағамыз қалдырған. Ассалаумағалейкум. Құрметті Абдулла Қамиұлы және осы қатысып отырған барша депутаттар, мен бір мінберге шығып тұрғанда мәселем кішкене тоқтала кетейін. Атырау облысы бойынша барлық деңгейдегі мәслихаттардың Аманат партиясынан сайлаған депутаттардың облыстық форумның басты мақсаты мемлекет пен қоғам алдында тұрған, халықты толғандырып отырған өзекті де өткір мәселелерді бірлесіп, ашық талқылау, оларды шешу жолдарын іздеу, сайлаушылармен өзара қарым-қатынас пен сенімді нығайтумен қатар мәслихат депутаттарының қоғам алдындағы беделін арттыру, сондай-ақ жергілікті атқарушы орган басшыларымен тікелей диалог құруға жиналып отырмыз деп есептеймін. Осыған орай қоғамдағы тұрғындарын, яғни менің сайлаушыларымызды былтыр күзде аса толтырған мәселені форумның мінберінен көтергім келеді. 2023 жылдың 14 қарашасында Ембі-Мұнай-газ акционерлік қоғамы Тайсоған ауылында Тайсоған 1 және Тайсоған 2 учаскелеріндегі көмірсутектерді іздеу бойынша барлау жұмыстары кезінде қоршаған ортаға ықтимал әсерлік есебі бойынша қоғамдық тыңдау өткізіп, аудан тұрғындары бірауыздан қарсы болды. Ол жөнінде әлеуметтік желілерде жариялады. Қоғамдық тыңдауда Тайсоған құмы мен Қырлығының жерасты тұщы су қоры көздері және Қызылқоға ауданының басқа, біздің Қызылқоға ауданынан басқа Мақа, Жылой ауданы, Атырау қаласы және Маңғыстау облыстарының қысқы мал азығының шамдық жері, яғни облыстың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған аймақ біздің Тайсоған өңірі мен оның Қырлығы. Мысалы, Ойтан деген жер бар. Бүкіл сіздер білерсіз, білмейсіздер, оның мына Мақаттың азаматтары жақсы біледі. Бүкіл малдарының жем шөбі біздің Қызылқоғаның осы Тайсоған айналасынан
дайындалуда. Осы аймақты екен сіздерге мен сол қоғамдық тыңдауда свод талдау жасағанмын. Осы свод талдау мынаның ішінде бар, сізге тапсыратын боламын. Осы қоғамдық тыңдауға өзіміздің әріптесіміз облыстық мәслихаттың депутаты Арман Қайроллин, Айбар Ерекешев те қатысып, өзінің жаңағы сауатты түрде мұнайшыларға өздерінің жаңағы экологиялық жағынан біздің мына жер асты су қоры жиналған жерден мұнай өндіру өте қате екенін түсіндіріп айтты. Олар ешқандай дайындай алмай келіп, ақырында өздері кешірім сұрады біздерден. Ал өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл мәселенің шешу жолы, біз мәселені айттық. Енді мәселені айтқанның оның шешу жолдарын да айтуымыз керек қой. Оның шешу жолдары мынау деп есептеймін. Тайсоған қауым мен оның қырғынынан Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі нөмірі 175-ші ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңын машинаққа алып, заңның 67-ші бабы 1-ші тармағы, 2-ші тармағы 2-ші тармақшасы және 2-ші тармағы 8-ші тармақшасы бойынша гидрогеологиялық жер асты суларының бірегей көздерін сақтау үшін жергілікті мемлекеттік қамал құруды және заңның 67-ші бабы 2-ші тармағы 2-ші тармақшасы бойынша биологиялық жергілікті мемлекеттік қамал құруды Қызылқоға аудандық мәслихат сессиясының күн тәртібіне ұсынған болатын. Енді осы жерде тұрған төрағамыз менің сөзімді қолдап, Толқын Ермек Бесқали сол сессияға кіргізіп, сессия ұсынысымен депутаттар тарапынан мақұлданып, 2023 жылдың желтоқсан айында нөмірі 10-шы шешіммен Атырау облысы әкімдігіне ұсынылған болатын. Сізден және Атырау облысы жергілікті атқарушы орган басшыларынан сайлаушылардың үнін осы міндетті пайдаланып жеткізгім келеді. Жоғарыда айтылған өзекті мәселенің оң шешілуін, заң аясында туған жерімізді Тайсоған құмы мен оның қырлығын, оның жер асты тұщыту қорларын, күнделікті күнкөрісіміз, малымызды қысқы азығын дайындайтын шамындығымызды қорғауға ықпал етуіңізді сұраймын. Бұл жерде ешқандай осы заң бойынша қаубал құру, қорық жасау республикалық және жергілікті болып бөлінеді. Жергілікті оған ешқандай республикаға ешқандай қажет жоқ. Облыс әкімі не шешім не қаулы шығарса болды. Сонымен мына заңның аясында біздің жерімізге әлде мұнай өндіреміз деген әңгімелерге заң аясында тоқтау қоюға бар. Соған жаңағы енді Марат Бейсенғалиұлы кетіп қалды, бірақ айтып жеткізуіңіздерін сұраймын. Және осы жерде тұрған құрдасым Нұрлан Жантоқов отыр. Ол кісілерге жолдаған екен, мен ол мамандармен сөйлестім. Өздері әлі бізді зерттеп жатырмыз, анау деген әңгіме айтты. Бұл айтқанда бір жұмбақ тапсырғаны бір ай ол дейтін заңда бар, заңға сай істеп тұр, неге ол қабылданбайды? Халықтың бәрі осы 2 күннің бірде маған телефон соғып сұрайды. Сондықтан осы мәселені ушықтырмай, мына заңның аясында шешуді сұраймын. Мына бүкіл құжатты сізге тапсырамын. Тыңдағаныңыздарға рахмет. Рахмет, Есенбай Сәбекұлы. Ағамыз енді ауылда ол мәселе бойынша енді өте облыс депутаттары, аудан депутаттары белсенді болған білеміз. Оған дейін партия осы резонанс мәселелерді әрқашан тұрақты бақылауда ұстап отырамыз. Себебі ақпарат жинап отырып, біздер өзіміз істеп отырамыз. Тиісті жерлерге, орталыққа осындай мәселелер бойынша. Енді бағана сұраусыз ғой, осы мәселе бойынша мәслихаттың ісінде қалай түзетулер нұсқат болса, қазір біз хаттамаға енгіземізде облыс мәслихаттың тәртібінде қазір жоспар жасап болады, соған мүмкін қарап. Түсінікті, құрметті әріптестер, келесі жазылған сөз кезегі Атырау қалалық мәслихаттың